Тәуелсіздік қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ армандары мен қайсар рухының жемісі, рухты өрендердің ерлігі. Сондықтан да біз үшін тәуелсіздік күні ең қастерлі күн. Биыл еңселі егемендігімізбен әлемдік аренада бой түзеп, алпауыт мемлекеттермен иық теңестіретін дәрежеге жеткенімізге 30 жыл. Тәуелсіз болу, азат болу – бұл еркіндік, ой еркіндігі, сөз бостандығы, ана тілі білім алып, сүйікті ісімен айналысудың еркіндігі. Осы ретте тәуелсіздік құрдасы болып, Ақтөбе облысы Ойыл ауданына дүниеге келіп, егемендігімізбен бірге бой түзеп, дамып келе жатқаныма қуаныштымын. Елімізде спорт саласында жетістіктерге еселеп жүргеніме қатарына ерекше мақтан тұтамын. Ел тәуелсіздігінің 30 жыл ішінде спорт саласында біраз жетістіктерге жеттім. Қазіргі таңда жекпе-жек және сыр-сұхбаты сайысынан Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасындамын. Жекпе-жек сайысынан халықаралық дәрежедегі Қазақстан Республикасы спорт шеберімін. 2019 жылы Санкт-Петербург қаласында өткен қоян-қолтықтан әлем чемпионы атандым. Чемпионаттарда тәуелсіздік елінің көк байрағын жоғары көтерілген сайын кеудем қуанышыма билейді. Қазақ елінің атынан шығып, азат елінің намысын қорғап жүргеніме өзімді бір бақыт сезінемін. Мен үшін отаныма аз да болса да пайда тигізіп, елімнің болашағы үшін еңбек етудің асқан абыройы жоқ. Тәуелсіздік құрдасы болу да бір бақыт. Отанымыздың даңқын асыру біздің міндетіміз. Тәуелсіздіктің ақтанында туып өскен біздер үшін бұл үлкен қуаныш, ұлы мереке. Еніші тәуелсіздіктің тұғыры биік болып, қазақ халқының ана тілі мен абырой белдігі асқақтай берсін демекпін.